Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге басқа адамға, яғни туысыңызға, танысыңызға қалай удаленно ЭЦП алуға болатындығын көрсеткім келеді. Қазір мен сіздерге түсінікті болу үшін видеоға ЭЦП алушы және ЭЦП иесі деп жазып қоямын. ЭЦП алуда компьютер, ал ЭЦП иесінде телефон болуы қажет. Ол үшін біз Google Chromeға кіреміз, настройканы таңдаймыз. Мына жерде сол жақта тұрған конфиденциальность безопасность дегенді басамыз. Астына қарай түсеміз. Настройки сайта дегенді басамыз да. Мына жерден камераға разрешениені алып тастаймыз. Яғни запрет қоямыз камераға. Енді Google Chromeға поиска получить ЭЦП онлайн деп басамыз. Бірінші шыққан получение ЭЦП удаленно дегенді басасыздар. Заказать услугу онлайн дегенді басасыздар. Физлицо болса физлицо, юрлицо болса юрлицоны басасыздар. Интерессіздер. Отправить запрос. Перейти дегенді басасыздар. Номер тересіздер. Телефон номеріңізге код келеді, соны басасыздар. Неге сіздерде осындай QR код шығады, осыны суретке түсіріп, екінші адамға, яғни ЭЦП иесіне жібересіздер. Жаңағы QR кодты WhatsAppқа жібересіздер. ЭЦП иесі осылай QR кодты сканировать етіп алады. Сосын видео проверкадан өтеді. Мінекей видео проверкадан өттік. Сіздерде де осылай успешно завершена деп шығу керек. Ал енді компьютерді ашатын болсақ, уже загрузка болды. Разрешить дегенді басамыз. Мінекей бізді автомат түрде PKI сайтына жіберді. Енді керек папканы таңдаймыз да, ЭЦП-ны сол папкаға сохранить етеміз. Ары қарай астына түсіреміз, обновить дегенді басамыз. Мінекей шықты. Енді загрузить сертификаты дегенді басамыз. Мына жерде өзімізге ыңғайлы парольді тереміз. Міндетті түрде ағылшынға қойып алыңыздар. Парольдан кейін загрузить сертификаты дегенді басамыз. Болды, мінекей ЭЦП жүктелді. Қазір папкаға қарап, жаңаны кіріп тексеріп көрейік. Мінекей жаңа ғана загрузить етіп алған ЭЦП мына жерде тұр. Осылай ЭЦП-ны өздеріңізге жүктеп ала аласыздар. Мінекей осылай ЭЦП ключ алып көріңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз қалса комментарий жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет.